Шымкент қаласында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту моделін жүзеге асыру, кәсіби даму, тәрбие, сапалы білім тақырыбында республикалық форум өтті. Қалалық білім басқармасының мектепке дейінгі дамыту орталығы ұйытқы болған маңызды форумға еліміздің бірнеше облысынан келген балабақша меңгерушілері мен тәрбиешілері қатысты. Маңызды шара барысында қаламыздағы нөмірі 98-ші Мерей Бөбекжай балабақшасының ұжымы келген қонақтарға жүйелі жұмыстарын көрсетіп, тәжірибелерімен бөлісті. Бастысы ынтымағы мен бірлігі жарасқан өнегелі ұжым бұл күнгі іс-шараларды жоғары деңгейде ұйымдастыра білсе, алдымен келген қонақтар арнайы көрмен тамашалады. Мерейге қош келдіңіздер, кереметін көрдіңіздер. Бақсамыз бар, таңғалдырған, өнерімен тамсандырған, бүлдірсін біз күн суақты, әмен жырдан нәр алдырған. Жалпы бүгінгі күннің мақсаты денсаулықты сақтау, баланың денін сау, яғни өмірге құштарлығын арттыру, жаңа технологиялар, инновациялық, ойынның түрлі әдіс-тәсілдерін көрсету арқылы баланың өсіп дамуының тәжірибе бөлісуге. Ал енді ата-аналарымызға айтатын, балалары емін-еркін балабақшадағы алып атқан тәлім тәрбиесін, бұндағы болып жатқан баланың дамуына, оның танымына тәрбиеші педагогтардың үлесін қосып жатқандығын ата-ана келіп сауатын ашады деген ойдамын. Форум барысында түрлі тақырыптар бойынша балабақша тәрбиешілері келген қонақтарға өз тәжірибелерімен және дәрістерімен бөлісті. Айталық, баланы интеллектуалды дамытушы ойындар, спорт, денсаулық кепіліне негізделген ұлттық ойындар, ата-ана мен балалар арасындағы жұмыс тақырыптары кеңінен қамтылды. Ал еліміздің бірқатар аймақтары бойынша мектепке дейінгі білім беру мекемелерінен форумға келіп қатысушылар қамтылған тақырыптардың маңыздылығы мен ұйымдастырылу деңгейін жоғары бағалап жатты. Бұл тұрғыда нөмірі 98-ші Мерей Бөбекжай балабақшасының меңгерушісі Гүлзира Қилыбай қызының кәсіби ұйымдастырушылығы мен іскерлігін ерекше атап өткен жөн. 98-ші Мерей балабақшасына келіп отырмыз. Гүлзира Қилыбай қызына алғыс шексіз. Қазіргі ұйымдастырылған іс-шаралар өте керемет, жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бірнеше іс-шараны көргеміз, степ-бай-степ технология арқылы ұйымдастырылған іс-әрекетін. Көрініп тұр, осы балабақшаның қызметкерлер бір керемет дайындықты алдын ала өткізген, ата-аналармен жұмысты міне даладағы ашық алаңда көрмені де көріп отырмыз. Әртүрлі ойындарды жасағанын өте керемет форум, мен ойлаймын, ол бәрімізге жан-жақтан келген педагогтарға тәжірибе алмасу. Бізді өзіміздің пікірімізді айтып, бөлісіп жатырмыз. Мен, мысалы, меңгеруші болғаныма 22 жыл болды. Осы тай-тай технология бойынша сонша жыл жұмыс жасап жатырмыз. Шетелге де бардық. Міне бүгін керемет форум өтіп жатыр осы күндерде. Ноғайбекова Бақытгүл Самат қызына да алғысым шексіз. Осындай бірнеше балабақшаны көріп, тәжірибе алмасу, өзімізді бөлісіп жатырмыз. Дайындығы өте жақсы, жоғары деңгейде де айтуға болады. Семинар барысында қамтылған тақырыптар және соған сай өткізілген ашық дәрістердің негізгі міндеті тәрбиеленушілердің сөздік қорын, логикалық ойлау деңгейін дамыту болып табылады. Сондай-ақ әр баланы өз мақсатына жетуге, командада жұмыс жасауға және жауапкершілікке тәрбиелеу бағытында негізгі мақсаттың бірі. Осы орайда форум барысында психологиялық тренингтерде ұйымдастырылса, шара барысы Мерей балабақшасы бүлдіршіндерінің ұсынған концерттік бағдарламаларына ұласты.
Осындай 98-ші Мерей балабақшасының базасында ұйымдастырылған республикалық форумның мақсаты инновациялық әдістер мен технологияларды қолдана отырып мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнының сапасын арттыру болып табылады. Сонымен бірге баланың танымын, логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Бастысы әрбір баланың шығармашылық қабілеттерін арттыруды түрлі ойындар арқылы қалыптастыру негізгі міндет. Қалай керемет көңіл күй. Ол осы балабақшаның меңгерушісінің басқаруымен ұйымдастырылып отыр деп ойлаймын. Өйткені кіргеннен барлығы, біз айтамыз ғой, барлығы нәрсе басшыдан басталады деп. Жақсы нәрсенің барлығы басшыға байланысты. Басшы қалай басқарса, солай арғалай жұмыс та барлығы солай өрбиді. Сондықтан сізге рахмет. Мен тағы да бір рахметімді айтатын, бұл кісі өзінің әріптестерімен, балдармен қосылып, бірге ойнап, бірге жаңағы жасап, ана жерде қуанып, барлығын өзі істеп жүр. Осы қалалық, республикалық форумнан алған әсерім өте керемет. Осы 98 Мерей балабақшасына тілейтінім, алға әрқашанда осындай керемет форумдармен бөлісіп, жоғары деңгейде семинар өткізгендеріне көптен алғысым шексіз. Бұл балабақша өте семинарды жоғары деңгейде өткізді. Мерей балабақшасында өзім 18 жыл бұрын осы жақта тәрбиеленіп, осы екі апайымның арқасында осындай дәрежеге жетіп отырмын. Тұрсынкүл апай және де Гүлзат апай, мінекей сонша уақыттан кейін өзімнің ұстаздарының алдына келіп тұрмын. Өзім тәрбиеші ретінде, психолог ретінде келіп тұрмын. Өте бір ерекше сәт деп білемін. Сіздерге көп рахмет. Осы сіздердің тәрбиелеріңіз арқасында осындай керемет жан болып отырмыз. Сол кезде енді кішкентай кезде өнерге қатты баулатын. Сол кезде концерттерге қатыстырып, неше түрлі. Соның арқасында мұғалім де болып, мысалы психолог болып, өнерді де қатар алып жүрмін. Қазір әнші болып, соның арқасында өнерге де кеттім. Сол себепті сіздерге көп рахмет айтамын. Және кезіндегі сол балабақшадағы бірге тәрбиеленген оқушылар бар ғой енді. Солардың барлығы сіздерге сәлем айтып жатыр. Балабақша әрбір баланың тәтті шағы өтетін ыстық ұя. Сондықтан бүлдіршіндерге ұлттық құндылықтар мен салт дәстүр және ана тілімізді дәріптеуді дәл осы шаңырақтан бастауымыз қажет. Ал бұның бала тәрбиесіндегі маңызы айрықша болары анық. Дана бала жобасы аясында мектепке дейінгі орталықтың ұйымдастыруымен республикалық форум өтіп жатыр. Бұл форумға жаңағы әр өңірден біздің әріптестеріміз келіп, өздерінің үлестерін қосып жатыр. Астана қаласынан, Абай облысынан, Семей қаласынан, Қызылорда облысынан, Түркістан облыстарынан келіп әріптестеріміз үлкен іс-шара өтті 2 күні. Бүгін біздің 98-ші Мерей бөбекжай балабақшасында ұжыммен бірлесіп, форумға өзіміздің үлесімізді қосып, іс-әрекетімізді көрсетіп жатырмыз. Көптеген әріптестеріміз келіп, өздерінің шынайы алғыстарын білдіріп кетіп жатыр. Осы сәтті пайдаланып, мен әріптестеріме бүгінгі атсалысқан Шымкент қаласындағы 65-ші балабақша, 68-ші балабақша, 73-ші балабақша, 83-ші балабақша, 69-ші балабақша, 21-ші балабақша, 61-ші балабақша, 19-ші балабақша және де біз 98-ші Мерей балабақшасы 2 күннен бері әріптестерімізбен бірге керемет іс-шара өткізіп жатырмыз. Алғысым шексіз. Мектепке дейінгі тәрбие және орталықтағы менеджмент бөлімінің басшысы Жеңіс Сергеевна Козигаринаға және де мектепке дейінгі орталықтың директоры Салтанат Бортаевнаға алғысым шексіз. Осындай керемет біздің қаламызда форумды ұйымдастырып, жоғары деңгейде өткізіп жатқанына бәрімізге рахмет айтқым келеді. Іс-шараның барлығы өте жоғары деңгейде өтті. Ата-ана, бала, тәрбиеші жақсы жұмыс жасайтындығын бүгін көзбен көрдік. Әр топта ерекше іс-шаралар өткізілді. Логопедтің, психологтың жұмыстарын да көрдік. Сол себепті осы бақшаның меңгерушісі Гүлзира ханымға және ұжымдастарына үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Іс алмасу тәжірибесі болды. Басқа қаладан, республикадан келген әріптестерімізге де үлкен рахметімізді айтамыз. Осылай тәжірибе алмасып, бір-бірімізге деген білім
еңбегімізді армен қарай балаларымыздың болашағы үшін жұмыстана берейік. Барлық ісімізге сәттілігін берсін. Абай Омар, Бақыт Байменов, Мәди Жапарханов, Кемел арнасы.